Баршаңызға сәлем. Бар жоқ 30 минутта шайға тез өте дәмді печенье дайындаймыз. Сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы, менімен бірге болыңыздар. Ыдысқа жұмыртқа, қант салып, толығымен қант ерігенше араластырамыз. Шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Бөлме температурасындағы сары май саласыздар. Сары майды салғаннан кейін тағы да жақсылап араластырасыздар. Енді сары май жұмсақ болғандықтан біркелкі масса болып тез араласады. Онды електен өткізіп шетінен қосасыздар. Бұл печеньеға қажетті заттардың барлығын осы бейнен төменгі жағына жазып қоям. Сол жерден оқысаңыздар болады алдын ала. Қопсытқыш қосамыз. Комментарий бөлімінде қопсытқыш дегеніміз не деген өте көп сұрақтар алам. Қопсытқыш дегеніміз разрыхлитель. Онда қажетті мөлшерде шетінен қоссаңыздар болады, немесе бірден қосып, қолмен қамыр елесеңіздер болады. Мен шетінен қосып, осы силиконды күрекшемен араластырамын қамыр болғанша. Содан кейін қолмен тағы да аздап елеп жіберем. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Біркелкі елегеннен кейін 5 минутқа тындырып қойсаңыздар болады. Міне біркелкі жұп-жұмсақ, қолға жабыспайды мүлдем. Енді печеньені жасаймыз. Мен осылай тақтайға онды сеуіп, тақтайға жабысып қалмас үшін қамырды қоямын да, жұқа етіп, енді қатты жұқалауының қажеті жоқ. Осылай қолмен кішкене басасыздар, содан кейін оқтаумен жаясыздар. Қамыр жұмсақ болғандықтан өте тез жайылады. Үстіне қант себемін. Енді қант міндетті емес, бірақ мен осылай қант себіп шығам. Қант сепкеніңе тағы да оқтаумен үстін басып жіберем қамырдың. Аздап жаям. Содан кейін арнайы формалар бар, осы печеньеға арналған. Егер формалар жоқ болса, жаңағы үйдегі стаканмен, кружкамен кесіп алсаңыздар болады. Мен осыны гүл формасында қазір печенье барлығын кесіп шығамын. Қамыр өте жұмсақ, тез кесіледі. Осындай формалар алып қойсаңыздар болады, яғни тұрақты түрде қолданасыздар, қатты қымбат емес. Мен толығымен печенье жасағаннан кейін, қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Артық қамырдың барлығын алып тастаймын. Бұл қалған қамырмен тағы да печенье жасаймын. Міне. Дайын печеньеларды арнайы пешке арналған жаңағы формаларыңызға салып аласыздар. Формаға пергамент қағазын төсеуге болады, немесе мен осылай маймен жағып шықтым. Яғни сары маймен жабыспас үшін. 180 градуста 10-15 минут пісіресіздер, өз пештеріңізге қараңыздар. Өте жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Егер жасасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар.